Сәлем достар, сіздермен NL Life TV және біздің досымыз Бағдаулет. Достар, бүгінгі біздің реакциямыз Жанар Дұғалованың жаңа клипі "Ала кетпедім" деген әні болатын болды. Сол бейнебаян кеше ғана жағына шықса да, соған бізге реакция жасаңдаршы деп айтып жатыр. Ал кеттік, бастадық. Жатыр ма? Болды. Неден жатыз? Неге болған үстіне? Ночнушка. Жанар әпкеміз бе? Кең. Неге болған? Это образ был. Ұйқысынан тұрып отыр бұрат. Үйінде диван. Түсінде көрген ғой. Түсінде ала кетпедім деп отыр. Бастамасы жақсы емес. Жаман емес дегенмен. Мақұлдап жатқан жоқ. Саған жасырып нормально сақлы ғой. Несі нормально, бірақ шли андай киімі ашық киініп алған сияқты. Шамы Тризді андай бар ғой, десіп дуалы төбеге атып алған. Сондай да түсірген сияқты түсірген әдемі. Ой, несі әдемі бәрі. Мына жері ночнушка диванда. Мен бұл жер диван көріп тұрған жоқпын мен. Қамап қойған шығар. Ала кетпедім деп көрді. Кімге айтады ала кетпедім деп? Жігітіне. Түсінде көрген жігітіне айтып жатқан шығар мүмкін. Тәуекел Мүслим ғой. Тәуекел? Актер ма, актер? Бәрі осымен түсіп алды ғой. Айдана Маденова да. Сындырып жатыр ғой. Не болды? Денис екен ғой, спортпен айналысады сияқты. Тренажерде отырады. Опа, тапты ма? Кесті. Тапты. Тапты ма, кесті ма? Жақсы ғой, әдемі. Денең зылдап жүреді екен. Денең зылдап ма? Жоқ ғой. Ешқандай реакция жоқ. Зылдап. Келді ғой енді. Ала кетуге келген жер. Есікті ашып берсең ғой. Айтсайшы енді ала кет деп. Ол хан ғой. Не алды? Өліп қалған да. Қолы күйді. Күйді. От па Жанар, от? Жанар от па? Жоқ, тәуекел от деген. Ананы сындырып бұзып кіру оңай ма саған? Базы жоқ па тәуекел, ә? Жақсы. Екеуі де өртеніп күйіп отыр. Жас шығып жатыр көзінен көрдің ба? Эффект кетті. Ей! Ойбай, қарамаңдар 18 деген. Сен ал. Денең зылдаған шығар, ә? Мынау бірақ
жоқ шын айттым артық болып кеткен сияқты. Сүйскен ба? Киноларда да сүйседі ғой. Тәуекел. Жоқ, образ ғой, екі қыздың. Бірақ ертең біраз көп әңгіме болады сияқты. Компромат көп болады. Иә. Сынға түседі. Жанар Дұғалова, сынға дайынсыз ба? Ол екеуі жабысып күйіп күлге айналып қалды. Күл болып қалды. Оп, кәні. Клип жайлы ойың өзің, Ырысбек? Маған ба клип әдемі ұнады. Жақсы түсірілген, бәрі качество, идеям бәрі әдемі, бірақ білмеймін, үстіне киімі ерсің ба қалай? Ерсі көрінеді. Сенің ойың? Мен Жанар әпке өнеріне тәнтімін. Бірақ қазақи өлеңдер айтып жүргеннен кейін, мына өлеңде жақсы, бірақ киімі, іс-әрекеті маған ерсі көрінді. Деп бәрі айтады негізі, бәрі осылай айтады. Дұрыс, негізі бірақ образ ғой, екі қыз бен жігіттің жақсы түсірілген, качество бәрі әдемі, идея, эффект бәрі жақсы болған. Бірақ енді бұл да бір образ ғой, әртүрлі образда көру керек қой өзін. Бірақ дұрыс қабылдау керек десесің адам, иә? Адамдар дұрыс. Әртүрлі қабайды, сын болады, обязательно. Міндетті түрде сын болады, болмайды емес. Енді жалпы клип қандай? Балмен, 5 балмен, 1 балдың айырмашылығында. Мен 5 қоймайым, 4. 4 сенші? 2. 4 жарым, 5 қойшы, жақсы шыққан, бірақ осыдан арғай, одан да не болып кетпесін енді? Ашық болып кетпесін, осы темпе, төменге түссе жақсы, ашылмай. Осыдан артық болмау керек. Мінекей достар, бүгінгі Жанар Дұғалова әпкеміздің бейне баянына жасалған реакциямыз осындай. Жанар әпке, сіздің өнеріңізге біз басымыз иеміз, бірақ енді андай болмайды енді. Жанар әпке, сіз бізді көріп отырсаңыз, тоқтамаңыз, сынға дайын болыңыз. Сіздермен бірге болған NL Live TV және бізде қонақта Бақдәулет Instagram парақшамызға тіркелуді ұмытпаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.